Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Балқаймақ арнасы. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз духовкада банкаға салынған тауық дайындайтын боламыз. Бұл духовкада бұқтырылып піседі, сондықтан бұл өте дәмді әрі пайдалы болып келеді. Міне осындай бір бүтін тауықты әдемілеп кесіп, бұтарлап, жуып еттерін дәміне қарай тұздап, бұрыштап, және кориандр, паприка, түйірбұрыш және лавр жапырағын салып, осылай әдемілеп араластырып аламыз. Және көкөністерімізді тураймыз. Картошканы, морковьті және жуан турадым. Помидор салсаңыздар да болады. Менде осындай қатырылған бұрыш болды, соны салдым. Енді картофелімізді да тұздап аламыз осылай. Барлығын араластырып, осындай басы бұралатын банкаға тауықтарымызды орналастырамыз. Бұл банка отқа төзімді болғандықтан осындай банкаларға саламыз. Енді барлық етімізді әдемілеп орналастырып алып, салқын пешке салатын боламыз. Бетін фольгамен жабамыз. Бетін фольгамен жауып, духовкамызға пісіруге жібереміз. Піскеннен кейін біздің тауығымыз әбден пісіп, жұп-жұмсақ болып шығады. Осындай тәтті, дәмді сірне деп те айтуға болады. Банкада піскен тауығымыз дайын болды. Егер менің осы видеом ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда тағы көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын! Осылай жасап көрсеңіздер, өте дәмді болып піседі. Ас болсын!